Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Бүгін йод сеткасы пайдасы мен әсері туралы айтпақпын. Келесі видеом аяқ ауруының 8 себебі жөнінде болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Кез келген үйдегі дәрі қолбишасында йод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал йод тамшыларының бұдан да басқа көмегі көп, қолдану аясы кең. Тыныс алу жолдарының аурулары. Йод ерітіндісін қолдану суықтау аурудың жиі қайталана беруінен құтқарылады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіруді, сауығуды тездетеді. Ол үшін мұрын бітіп, су аға бастаған алғашқы сәттерде мұрын айналасына жұқалау етіп йод жағып қойыңыз. Құрғақ жөтел. Одан тезірек құтылу үшін йод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғарғы тұсына жасайды. Мұны абайлап, жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да болады. Әсері жақсы. Варикоз. Тамырлардың варикозды кеңеюі кезінде йод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарына қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жасаңыз. Оны жұқалау етіп жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда йодтың терапиялық әсері ісінудің азаюымен және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартуымен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуы да төмендеуі байқалады. Көгеру мен жарақат. Йод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған жарақатқа бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді. Ал йод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасау керек. Ал йодпен емдеу 1 күннен кейін басталады. Егер инъекция орнына көгеру пайда болса, йод торын сол заматта қолдануға болады. Буын мен арқадағы ауырсыну. Көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырықшы жұмыс салдарынан желке құрысып, арқа бұлшықеттері тартылып ауыра бастайды. Йод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі деп жазады Ауырмаңыз газеті. Аптасына 3 рет омыртқаның бойымен мойнынан бел тұсына дейін тік сызықтар жасаңыз. Йод торы тым қалың болып кетпесін. Әр кеш сайын ұйқы алдында ауыратын буындарға жұқалап, йод торын жасауға болады. Ол қабынған буындардағы ауырсынуды басады. Буын ауруының асқынуын тежейді. Ескертетін жайт: йод торын таза, құрғақ теріге, мақта тампонымен жеңіл қозғалыстармен жұқалап етіп жағу керек. Сызықтар ара қашықтығы кемінде 1 см болғаны дұрыс. Тым жақын болып кетпесін. Йод ерітіндісі ашық жаралар мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс. Сондықтан сақ болған жөн. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына, үстіне жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, йод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға да қолдануға болмайды. Өйткені йод олардың терісін күйдіріп жіберуі, нәзік тамырларына зиян күн. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын йодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана йод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, мысалы қызару, қызу, ашту, бөртпе және тағы басқа, онда қорықпай йодпен сурет сала беріңіз. Ем болсын. Бүгінгі видеом осындай. Келесі аяқ ауруының 8 себебі тақырыбындағы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз.